Ассалаумағалейкум барша қазақ еліне, құс-сүйер қауым. Қалдарыңыз қалай, баптарыңыз қалай? Жалпы тауықтарыңыз өсіп жатыр ма, өніп жатыр ма? Құстарыңыз қалай, малдарыңыз қалай, шаруашылықтарыңыз қалай болып жатыр жағдайлары? Менікі шүкір, бәрі жақсы. Бүгінгі видеода видео басталмастан бұрын арнаға жазылып, осы видеоны өзіңіздің достарыңызға, жақындарыңызға, құспен айналысатын адамдарға таратып жүрсеңіздер деп едім. Алдын ала рахмет. Енді видеомызды бастасақ, бүгінгі видео бізде кокцидиоз деген ауру жайлы болады. Жалпы кокцидиоз ауруы жайлы болады. Бұл бізде құстардың арасында көп кездесетін ауру болып саналады. Міне қарап тұрсаңыздар, менде бір аптаның ішінде осы аурудың кесілінен 4 балапан өлді. Енді бұл ауру бізде қазда, индюкта, инда-уткада, жалпы тауықта, күрке тауықта бәрінде кездесетін ауру болып саналады. Бұл ауру көбінесе тауықтардың және күрке тауықтардың арасында көп кездеседі. Бұл ауру жалпы не? Бұл кокцидиоз дегеніміз организмдегі кокцидийлардың вирусы болып саналады. Бұл ауру сіздің тауығыңызда немесе құсыңызда бар екенін қалай білуге болады? Сіздің құсыңыз немесе балапаныңыз өте әлсіз, тәбеті жоқ, тамақ ішкісі келмейтін болады, аппетиті жоқ, бір сөзбен айтқанда әлсіреп, қанатын көтермей, сондай жалпы признактар береді бұл ауру. Бұл ауруды көбінесе біз тауық пен күрке тауықтың арасында кездестіреміз. Жалпы бұл ауру бізде осы күрке тауық пен тауықтың арасында кездесетін ауру болып саналады. Бұл ауруды қалай емдейміз дейтін сұраққа келетін болсақ, бұл ауруды біз емдеместен бұрын тауығымызды басқа жерден, мысалы осы жерде 20 тауық жүр. Бұл 20 тауықтың ішінде 5 тауық құсыңыз немесе кокцидиозбен ауырады. Бұларды біз басқа жерге ұстаймыз. Мысалы басқа жерге ұстайтын боламыз. Себебі олар басқа тауықтарға, құстарға өзінің ауруларын тигізуі мүмкін. Сол себептен бір сөзбен айтқанда бөліп тастаймыз. Енді бұл ауру неден пайда болады? Бұл ауру бізде тауықтың, құстың, күркенің дұрыс тамақтанбауы, біріншіден, суық су ішуі, екіншіден, үшіншіден, қораның лас болуы, төртіншіден, тауықтың өзін өте жаман сезінуі, осындай факторлармен келеді бұл ауру. Жалпы тауық бізде немесе күрке тауық өзінің миына не жарамды, не жеуге болады деп санайды, сол затты шұқып жібереді. Сол себептен қораларыңыз таза болуы қажет. Тек қана жем беруіміз қажет. Енді осы ауырған тауық балапандарды, құстарды қалай емдейміз десеңіздер, оларға біз суларына витамин, дәрілер араластырып беретін боламыз. Біріншіден бастасақ, біз енді бұларды бөліп алғаннан кейін, бұларға мысалы сағат 8-де, таңертең 8-ден бастап кешке дейін емдейтін боламыз. Бұл ауруды қолға алмасаңыздар, тауықтарыңыз сіздердің 5 күннің арасында өледі. 5 күн арасында өліп қалады. Құстарыңыз да өліп қалады 5 күн арасында. Сол себептен біз бірінші адамның жалпы аптекасынан ампицилин деген дәрі сатып аламыз. Өте арзан дәрі, қымбат емес, бірақ көмегі өте зор. Осы ампицилинді алып, бір таблеткасын алып, бір стакан
бір стаканға саламыз. Ол стаканға үстінен қайнап тұрған су құямыз. Бұл дәрімізді езіп аламыз, ампицилинімізді. Содан кейін антибиотиктің өзінің иісі шығады. Сол иісі шыққан кезде шприцімізға оны салып алатын боламыз. Шприціміз жалпы үлкен тауыққа, үлкен құсқа 2 миллиграмм, ал балапанға 1 миллиграмм. Уже есейген құсқа 2 миллиграмм, ал 5 айға дейін балапанға 1 миллиграмм. Аламыз, таңертеңгі 8-де тұрамыз. Ауырған тауықтарымызды біз кеше мысалға келетін болсақ бөліп қойдық. Таңертең аламыз, ауыздарына ампицилин тамызамыз. Және 1-2 сағат күтеміз. Сағат 10-11-ге таман бәріміз білетін марганцовка бар. Бүкілінің үйінде бар деген ойдамын. Осы марганцовканы аламыз да біз суларына араластырып береміз. Жалпы ампицилин антибиотик болғанның себебінен тауықтарымыздың қарны аша бастайды. Олар бірінші су ішіп әлденіп алу қажет, себебі олардың организмдері өте сухой болып келеді. Осы марганцовкамен араластырылған суды ішіп алады. 1 литр суға 2 щепотка марганцовка тамызамыз, оны араластырып ауырған тауықтарымызға құйып береміз. Және де сағат 12-1-ге таман жем беретін боламыз. Қандай жем десеңіздер, жай кебекке біз кормовой мел дегенді араластырып беретін боламыз. Кормовой мел жоқ болса, жұмыртқаның сыртын үгітіп, оны осы кебегімізге араластырып ауырған, кокцидиозбен ауырған тауықтарымызға береміз. Оны бергеннен кейін өзі нәтижесі 3 күн арасында болатын болады. Осылай емдеуге болады кокцидиоз ауруын. Енді видео сіздерге өте пайдалы болса, арнаға жазылып, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Енді жалпы сау саламатта жүздескенше ауырмаңыздар, сырқамаңыздар, құстарыңыз аман болсын.